Ұстаздар күні мерейлі мерекесінің қарсаңында сіздерге шығармашылық шабытты кәсіби ынтымақтастық бағытында жалғастырғым келеді. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Қазіргі карантин кезінде қашықтықтан білім беруде сіздерге үлкен сенім мен жауапкершілік артылуда. Өз ісінің нағыз маманы, білікті ұстаз қандай жағдай болса да оқушыға пәнді меңгертуде оқытудың тиімді әдістерін, цифрлық ресурстарды қолдана отырып, өзі таңдап алары ақиқат. Сабақты жүйелі жоспарлап, мақсатқа жету барысында қызықты бейне тапсырмалар беріп, оқушының өз бетімен білім алудағы жеке танымдық қызметін бағалап, кері байланысты дер кезінде беріп отыру мұғалімнің шығармашылық шеберлігінде. Оқушыларымыздың ерекшеліктерін ескеріп, оңтайлы қарым-қатынас орнатып, ақпарат алмасуда оқытудың ең қарапайым тәсілін тиімді ұйымдастыру ұстаздың кәсіби және зияткерлік деңгейін көрсетеді. Қашықтан оқытуда оқушы мен ата-ананың тұлғалық орнын бағалап, бірлесе білім берудің жаңа жобаларын ұсыну сіздің жұмысыңыздың нәтижелі болуына ықпал етері сөзсіз. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеулі еңбектеріңіз ескеріліп, педагог мәртебесі заңы қабылданды. Мемлекет тарапынан мұғалімнің еңбегі адамзат игілігі мен астасқан өлшеусіз еңбек деген бағаға ие болдыңыздар. Халықтың сенімін ақтаудан артық абырой жоқ, болуы да мүмкін емес деген тамаша тағылымды сөз бар. Бұл ұстаздардың ғана емес, кез келген ұстамды жанның бағдаршамы. Құрметті ұстаздар, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Атқарып атқан жұмыстарыңызда шығармашылық ізденістер мен ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін. Сіздер берген сапалы білім мен отбасынан алған саналы тәрбие үйлесімін тауып, бала тәрбиесінде, абыройлы істеріңізде еңбектеріңіз еселене берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын.